Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Жамбыл облысы Меркі ауданы нөмірі 5-ші Ағарал жалпы білім беретін мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қанатова Айғаным Ерболқызы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Анасын сағынған бала» әңгімесі. Оқу мақсаттары: шығарманың негізгі ойын, идеясын анықтау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстыра отырып түсіну. Бағалау критерийі: кейіпкерлерге қатысты сыни көзқарасын білдіре алады, шығармаларды заманауи мәселелермен салыстыруда өз пікірлерін орынды қолдана алады. Дескриптор: өзіндік пікірін айта алады, заманауи мәселелерді салыстырады. Алдыңғы сабақта біз сіздермен Тынымбай Нұрмағамбетовтің «Анасын сағынған бала» әңгімесін оқып талдаған болатынбыз. Бүгін сол шығарманың идеясын анықтап, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырамыз. Әңгіменің басты кейіпкері Сержан қандай бала сипаттаймыз. Екінші тапсырма: 4 сөйлем тәсілі. Бірінші пікір: оқыған мәтін бойынша өзіндік пікірлеріңізді бір сөйлеммен жазыңыздар. Екінші дәлел: өз пікірлеріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіздер. Үшінші мысал: пікірлеріңізді өмірмен байланыстырып мысал келтіріңіздер. Төртінші қорытынды: тақырып бойынша қорытынды шығарыңыздар. Қалай ойлайсыз? Сержанның ата-әжесінің тәрбиесінде болғаны дұрыс па, әлде қалаға барып, анасының жанында болуы керек пе? Олай болса, мен сіздерден ұстазға хат әдісі арқылы кері байланыс күтемін. Сау болыңыздар, білім алаңында кездескенше.